Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Сіздермен бірге бүгін жаңа туған нәрестеде 4-5 айға дейін сақталатын рефлекстер жайлы айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, денсаулыққа байланысты көптеген ақпараттар алып отырсаңыздар болады. Жалпы ең алдымен рефлекс деген не екеніне тоқталайық. Рефлекс деген сырттан қандай да бір тітіркендіргішпен әсер еткенде, бала оған миы арқылы қорытып, сол тітіркенгішті дене мүшесінің белгілі бір бөлігі арқылы соған жауап қайтаруын айтамыз. Мұндай рефлекстердің бірнеше түрі бар. Бірінші, ему рефлексі жайлы айтайық. Ему рефлексі балада 28 аптадан бастап қалыптасады. УЗИ арқылы қараған кезде 28 апта, 30 аптада кейбір балалар өздерінің саусақтарын сорып жатқанын, немесе аяғының башпайларын сорып жатқандығын байқауға болады. Осы ему рефлексі балада қалай екендігін анықтау үшін саусағымызды немесе анасының омырауын баланың ерін тұсына жақындатқан кезде бала бірден еме бастайды. Келесі рефлекс жайлы айтатын болсақ, ол баланың іздеу рефлексі, немесе оны тамақ іздеу инстинкті деп айтсақ болады. Оны тексеру үшін баланың оң жақ немесе сол жақ бетінен жаймен осылай саусағымыз арқылы тигізетін болсақ, онда бала басын оңға, солға бұрып тамақ іздей бастайды. Келесі рефлекс бұл ұстау рефлексі. Бала жатқан кезде саусағымызды немесе қолымызды жаймендеп қолына жақындататын болсақ, онда ол дереу қатты қысып алады. Бұл оның ұстау рефлексі. Және бұл рефлекс екі қолын қатар жүргізген кезде, екі қолында да қатар дамыған болуы тиіс. Дәл осы күйінде алып, баланы егерде төсекке ішпен жатқызатын болсақ, бала тура бір суда жүзіп жатқан сияқты аяқ қолын сермеп қозғалтатын болады. Бұл оның жүзу рефлексі. Бұл рефлексті қорғаныш рефлекс деп те айтсақ болады. Өте қызықты рефлекстердің бірі ол жүру рефлексі. Бала әлі жүре алмаса да, егерде біз оны екі үлкен саусақтарымызды баланың мойын аймағына тіреу ретінде орналастырамыз, ал саусақтарымызды оның кеудесі маңына орналастырамыз да, баланың қолдары осылай түсіп тұрады. Қолымыз осылай орналасады. Баланы ұстап, егерде қатты жерге осылай тұрғызатын болсақ, бала аяқтарымен жүре бастайды. Бұл оның тіреу рефлексі. Сонымен қатар табиғаттан берілген жүру рефлексі. Келесі баланы арқасымен жатқызамыз. Байқасаңыздар, жаңа туған балалар аяқтарын бүгіп жатады. Егерде балаға тамақ қажет болса, немесе өзіне назар аудартқысы келіп, бір нәрсе жеткізгісі келетін болса, бала аяқ қолын бүгіп, қолдарын сермеп, аяғын бүгіп жазып, жылай беретін болады. Бұл олардың қорғаныш рефлексі болып саналады. Енді баланы ішпен жатқызамыз. Ішпен жатқызғаннан кейін арқасындағы омыртқасы орналасады. Сол омыртқаның егерде оң жағына алақанымызбен осылай сызық жүргізетін болсақ, бала дереу аяғын оң жаққа қарай бүгеді. Келесі, егерде баланың омыртқаның сол жағынан сызық жүргізетін болсақ, осылайынан жаймен, баланың қыдығы келіп, бала солға қарай сол аяғын жаймен деп көтере бастайды. Бұл рефлекс балаларда 4 айға дейін сақталады. Егерде осы рефлекс 6-12 айға дейін сақталатын болса, міндетті түрде баланы невропатологқа қарату керек. Бауыр рефлексі деген бар. Оны анықтау үшін бала осылай ішпен төсекте жата береді, ал біз оның табанынан ақырындап итеретін болсақ, бала алға қарай еңбектей бастайды. Бұл рефлексте 4-5 айға дейін сақталады. Егерде одан әрі қарай 6-12 ай аралығында бұл рефлекс сақталатын болса, міндетті түрде баланы дәрігерге қарату керек. Келесі сіздерге мора рефлексі жайлы айтқым келіп тұр. Ол үшін баланы белгілі бір жерге жатқызып қоямыз, кейін оған қолымызбен жоғарыдан шапалақтап қаламыз. Сол кезде бала селк етіп, естіген дыбысына жауап қайтарады. Бұл оның құлағы жақсы еститіндігінің дәлелі. Дәл осылай жатқан кезде, егерде баланың табанынан сызықтар жүргізу арқылы оның бүгу рефлекстерін, қорғаныш рефлекстерін білсек болады. Ол үшін баланың
табанындағы мына жерден егер де точка қылып басатын болсақ, онда бала башпайларын жиыра бастайды. Мына жерден өздеріңіз балаларыңызға баласын тексеріп көрсеңіздер болады. Ал егер де ақырында осылай төмен қарай сызық жүргізетін болсақ, керісінше башпайларын қайтадан кері қарай итереді. Бұл рефлекс бабинский рефлексі деп аталады. Жалпы балада 4-5 айға дейін болатын бұл рефлекстерді әрбіріңіз өздеріңіздің балаларыңызға тексеріп көрсеңіздер болады. Бұл баланың даму жағдайын білдіреді. Сұрақтар болса, астына комментарийге қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.